into the mirror, I say thank you, God. Жасың болса кетіп барады. Әлі абай жолын оқымағансың ба? Болды ғой, уже кәрі оқырмансың сен. Хотя бы деймін да, хотя бы. Шетел әдебиетін оқыш. Әйтеуір кітап болса болды. Құрбыларының бәрі кітап оқиды ғой. Неужели соларға қызықпайсың? Уақыт жоқ емес. Құдай саған ми берсе, Есенберлинді оқуға уақытты береді. Әй, мен саған ана ауылдағы дүкеннен күшті кітап тауып қойдым. Демалыста келіп оқып кетсеші. Кітап оқуға шықпаймын деген несі? Ертең қартайғанда кім сенің қиялыңды дамытады? Қызығы, сен кітап оқымасаң, ана миың шіри береді. Шіріп жасушаларың біткен кезде өкінесің де қаласың. Болды. Мә, саған бір кітап оқырсың ғой, құтты болсын. Келесің қашанға жоспарлап отырсың? Осы жас кезінде пытырлатып қатарынан бүкіл кітапты оқып таста. Памятың бар кезде, ертең қартайғанда соның қызығын көріп талқылайсың. Негізі қыз балаға классиканы оқып керегі жоқ. Жаңылпаш, ертегі деген нәрселерді оқи алса да жетеді. Анау классика бәрібір үйде қалады ғой, шаң басып. Мә, осы кітап оқығалы бар ғой, мен не ұйқыға, не тамақ ішуге уақытым жоқ. Өткенде давлением көтеріліп больницадан бірақ шықтым. Мені қойшы, сен қашан кітап оқуды бастайсың?